Генетика өтірік айтпайды. Атақты генетик профессор Крис Тайлер Смит орталық Азия халықтарының ДНА-сын зерттеп, әлемдік сенсация жасады. Ол Шыңғыс ханның тікелей генетикалық желісі C2 М217 гаплотобы екенін дәлелдеді. Және бұл алтын ұрық бүгінде ең таза күйінде тек қазақ даласында, әсіресе төре әулеті мен қазақ руларында сақталған. Тайлер Смит тағы бір таңғаларлық деректі алға тартады. Қазіргі Монғолияның негізгі халқы қалқалардың бойындағы басым ген М122. Бұл ген Шыңғыс ханға емес, Шығыс Азия тұңғыс манжур халықтарына тиесілі. Ғалымдардың тұжырымы бойынша қазіргі монғолдардың генетикалық тегі көшпенді түлкілерден гөрі солтүстік және шығыс Азия, тайга мен Манчжурия халықтарына әлдеқайда жақын.